көп алып ұшып жетуге, күнім босқа өткізетін адамдар өткенін не өкінеді несінен. Жалын шашқан жастығыңда берік тұр, ақылың мен ғайратыңды серік қыл. Арман ару адастырар жол бұраң, таңдап алу талғамыңда сеніп біл. Таңда бар гүлімдеген, адам жоқ сүрінбеген, минуттар білінбеген, жастық шақ күлімдеген. Біреулер табалайды, біреулер ағалайды, тұрғандар сенімінде еңбегі бағалайды. Өзіңе сен ертеңіңді шамала, ақылың мен арманыңды бағала. Өмір теңіз өркештенген толқындар, жету үшін жан таласу жағаға. Егілмеші ерік беріп сезімге, бар бақытың сабыр қылсаң төзімде. Нұрландырар нұрыңды төк тәңірім, шаттана бер егемендік жеріңде. Таңдатар гүлімдеген, адам жоқ сүрінбеген, минуттар білінбеген, жастық шақ күлімдеген. Біреулер табалайды, біреулер ағалайды, тұрғандар сенімінде еңбегі бағалайды. Таңдатар гүлімдеген, адам жоқ сүрінбеген, минуттар білінбеген, жастық шақ күлімдеген. Біреулер табалайды, біреулер ағалайды, тұрғандар сенімінде еңбегі бағалайды. Бәрекелді, құрмет көрмен қауым, әнші композитор Қажымұрат Шешенқұл ұлы Таңшолпанда қонақта. Ассаламағалейкум, қош келдіңіз, Қажымұрат. Жайғасыңыз біздің диванымызға. Құрметті ағайын, құрмет көрмен, студия мейманына қояр сауалдарыңыз болса, әдеттегідей тікелей эфир телефонына қоңырау шала аласыздар. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8727. Қажымұрат, тағы да қош келдіңіз. Жаңағы әніңіз жайында енді бір-екі ауыз сөз айтып өтсеңіз. Бұл ән 2013-14-тері шыққан. Негізі көп рет айтып жүрдім. Менің көп әндерді негізі көп айтып, жаңағы бір снеге түсіріп алам, бір қалыпқа. Бұл пыспаған ән болса, кейін қалыпқа дұрыс сіңбейтін шығар деп ойлаймын да, көбінде айтып жүремін. Сөйтіп мен өткен жылы мынау жекелік шығармашылық кешім болды. Сол шығармашылық кешімде сол әнімді орындап шықтым. Елге жақсы танымалы, жақсы бір аңысы жақсы болды. Жоғары бағасына ие болып жатыр. Бүгінде сіздің әндеріңізді белгілі эстрада жұлдыздары орындап жүр. Атап айтар болсақ, Мақпал Жүнісова, Тоқтар Серіков, Айқын Төлепберген, Ұшқын Жамалбек сынды танымал әншілер шырқап жүр әндеріңізді. Өзіңізге қарағанда әндеріңіздің танымалдығы басымырақ сияқты. Солай ма, жоқ әлде келіспейсіз бе? Негізі осы қазақ елінде әндерімнің танымалдығы енді менің өзіме қарағанда басымырақ, шын айтасыз. Мен кезінде Қытай елінде танымал болған азаматпын. Алғашында Сені ғана, Мақпалжан, Бүлдірген қыз, көп деген әндер болған енді. Жалпы танымал әндерімді айтып отырмын ғой. Енді шығып жатқан әндер де бар. Мен танымал, осы шақта танымал қылған алғаш Қара Жорға әні. Жалпы елге, жұртқа, сол Қара Жорға әні кезінде өтіп тұрды ғой халыққа. Сол кезде. Одан кейін Сені ғаналар, Мақпалжандарды басқа әншілер орындап жүрді. Бірақ сол әндердің авторы өзіңіз екенін енді көрермендердің көпшілігі біле бермейді.
Жалпы композиторлық деп отырмыз ғой. Қанша ән жарыққа шығардыңыз өз жаныңыздан? Көп енді. 150-ден асып кеткен шығар. Мәссаған. Бірақ енді оның бәрі қазірге таңда оның бәрі шығып жатқан жоқ. Шығып жатқан жоқ болғанда былай бейнебаян болу керек. Соның ішіндегі менің өзі көңілім ұнайтын бір 50-60-70 әндерім жақсы шығады ау деп ойлаған әндерім бар енді. Клип түсіріп не қылса, және де әншілерге де ұсынып жатырмын, айтуға, орындауына сұраныстар да болып жатыр әндерге. Былтыр өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңізді өткіздіңіз, жаңа ғана айтып отырсыз ғой. Бірақ сонда да әлі бір танымалдылығыңыз қатты артпай жатқан сияқты. Бұған не себеп? Неге бұлай болуда? Ол жаңағы экрандан көп көріну керек. Ол концертім елге, жұртқа біраз әндерді көрсету керек. Осындай әнші бар деген. Содан кейін барып танымал болу керек шығар. Танымал болатын шығармыз. Сосын бейнебаян болу керек әндерімізге дегендей. Бейнебаян бар ғой сізде негізі? Бейнебаян бар, бірақ қазіргі таңда енді көп шығып жатқан жоқ. Дегенмен енді мүлдем танымал емессіз деп те айтуға болмайтын шығар. Той-томалақтарға, концерттерге шақыртып алып тұратын шығарсыз. Шүкірлік, енді өзімнің жаңағы несібесі болады ғой әр адам. Жалпы әнді өзіңіз шығарасыз. Сонымен қатар керек болса сөзін де өзіңіз жазасыз. Музыкалық өңдеуін де жасай аласыз ба? Енді әндердің сөзін қатты бір жазып кетем деп айта алмаймын. Просто кей кезде бір недер болады, бір қажеттілік болып қалады бір әнге. Жаңағы сенім деген әннің сөзін де өзім қажеттілігіме қарай жазғам. Қатты бір қиналған кездер болды. Басымдан көптеген елге келгесін қиналып қалған кездерім де көп болған. Сол кездерде мен өз-өзіме сенейші, жаңағы ақылың мен еңбегің екі жақтап алып шығады деген Абай атамыздың сөзі бар ғой. Ақырындап сол сенім деген әннің сөзі келіп, сол әнді жазғам кезінде. Мысалға сені ғана әні болған, сені ғананың да әні мен сөзін өзім жазғам. Сол әндер болды. Енді барша көрермен қауым жұп болсын деп отырған шығар. Біз білеміз, жаңа ғана бір әніңізді тыңдадық. Енді гитарамен бір ән шырқап берсеңіз. Өзіңіздің әніңізді қандай туынды болады? Өзім әнді орындап берейін сіздердің құрметтеріңізге. Ұшқын Жаманбек бауырымыз орындап жүр қазір. Сен іздеймін деген ән. Танымал ән ғой бұл, е? Жаным-ау жабырқама тіл қатмаған, сонда мен жас сәбидей жырғап қалам. Сергелден бұл әлемде бір адам бар, сен іздеп кірпігін ол құрғатпаған. Сен іздеймін таулардан, бұлақтардан, сен іздеймін орманнан, жырақтардан. Маған керек сендегі адал жүрек, сезімін өзге жанға ұрлатпаған. Сүйемін деген сөзіңді таңдатмаған. Ай, бәрекелді. Қысқада нұсқа сіздердің көріп. Керемет, иә. Бұл ән өз басыма өте қатты ұнайды. Жалпы әнді қалай жарыққа шығарасыз? Шабыт неден келеді? Міндетті түрде ғашық болу керек пе? Бір сұлуды көріп, әлде бұлай отырып жаза беруге бола ма? Негізі міндетті түрде ғашық болудың енді керегі де жоқ шығар. Менің әндерім әртүрлі мінезде, әртүрлі көңіл күйде шыққан әндер, біреуге ғашық болып қалудың да қатты бір себебі болмайды. Басқа бір адамның, көрерменнің болмасын, тыңдарманның көңіл күйіндегі болған жағдайды мен өз басым алып келіп солай ән жазамын. Қазір көп әншілер, өзіңіздің әнші бауырларыңыз, әріптестеріңіз қандай әннің халықтың көңілінен шығатынын, қандай әннің нағыз хит болатынын білмей қалдық қой деп жатады. Сіздің пікіріңіз, халықтың ықыласына бөлену үшін қандай әндер орындау керек, жазу керек? Соны өзім де білмей қалдым, қандай ән жазу керек деген. Халықты стильдегі әндерді де жаздық, жаңағы эстрадалық әндерді жазып жатырмын. Жаңағы сенім дегенде өз бағытындағы ән, мынау жаңағы сен іздеймін деп жаңағы Ұшқын бауырымыз орындап жүрген әннің де өз бағыты бар. Ұшқын бауырым орындап шығып еді, міне өте бір керемет бір деңгейде, қазір енді жақсы деңгейде орындап жүр ғой. Жаңағы сенім деген әнімде де сұраныстар көп. Жаңағы сені сағындымды мен кезінде өзім орындап шыққам. Өзім орындағанымда бұлай жақсы таралған болатын, бірақ Айқын бауырымыз орындаған еді, тіптен бұлай жаңағы несі ашылып кетті.
Бага ашылып ары карай енді халыққа танымалы болып сені сағындым. Мақпалжанның кезінде Тоқтар ағамыз орындады, қандай керемет орындаған. Бердім Шахриза Сейдахмет бауырымыз орындап шыққан. Құрманбек деген ағамыз болды, ол кісі орындап шықты Мақпалжанды. Бірақ барлығы да менің көңілімнен шыққан әндер болды. Жалпы ән сұрап келетіндер қазір көп пе? Ән сұраған әншілерден. Ән сұрайтындар көп қазір. Айқын, Мақпал апамыз, бауырларымыз орындағаннан кейін ары қарай мынау жақсы әндерді бар екен ғой сенде деп сұрап жатқандар көп. Жақында мынау Жігер бауырымыз бір ән алып жатыр. Меломандағы кезіндегі. Осындай бір жаңа жақсы стиль, жақсы бағыттағы әндерді жазып жатырмын қазір. Енді сұраныс болып, жаңағы осындай әндер жазып берші дейтін жағдай болса, мен әрине жазып беремін. Бас тартпаймын дейсіз ғой, иә. Өзіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Сұхбатқа берілген уақытымыз зымырап өте шықты. Таңғы уақытыңызды бөліп бізге келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта әнші композиторы Қажымұрат Шешенқұлұлы. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Қазір енді сөз тізгінін астаналық әріптестерімізге берейік. Астана, кезек өздеріңізде.